Ағымдағы жылдың 5 маусым күні таңғы 8:00-ден бастап Жамбыл облысы аумағында референдумның 492 учаскесі жұмыс жасады. Аймақтағы референдумға қатысу құқығы бар ел азаматтарының жалпы саны 688.369 адамды құрады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі баспасөз брифингінде өңірдегі сайлау комиссиясының төрағасы Серғали Айдапкелев айтты. Серғали Айдапкелевтің мәліметінше, дауыс беруге қатысқан азаматтардың саны 477.290 адамда, немесе референдумға қатысу құқығы бар азаматтар санының 69,39% құрады. Референдумға қойылған мәселенің оң шешімін жақтап дауыс берген азаматтардың саны облыстағы дауыс беруге қатысқандардың 78,63%, немесе 375.277 адамды құрады. Конституциялық түзетулерге қарсы дауыс берген азаматтардың саны 17,85%, немесе дауыс беруге қатысқандардың санының 85.170 адамын құрады. Жауаптардың ескі нұсқасы да таңдалып алынған, яғни жарамды деп танылған, алайда дауыстарды санау кезінде ескерілмейтін бюллетендер саны 7.854 бюллетенді құрады. Бұл 1,65% құрады. Дауыс берушілердің ерік білдіруін анықтамау мүмкін болмайтын және жарамсыз деп танылған белгіленген үлгідегі бюллетендер саны 1,89%, немесе 8.986 бюллетенді құрады. Облыстағы барлық референдум учаскелерінде республикалық қоғамдық ұйымдардан 2283 өкіл қатысты. Учаскеде дауыс беруге қатысқан ерекше қажеттіліктері бар азаматтар саны 1067 адамда, және олардың үйде дауыс бергендері 1128 адамды құрады. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жақаш, 7-7 News.